Gülnar әпке, сізді шақырып атқан себебім мынау айтады ғой, ана деген армандардың асылы, ана деген бау бақшаның жасылы. Bir қолымен бесігін тербетсе, bir қолымен әлемді тербеткен Гүлнардай анамызға неге қошемет ұрмайсыздар ағайындар? Бүгінгі өлең жолдарым осы Гүлнардай анамыздың құрметіне болады ендеше. Гүлнар әпке, сізге ана бақытын тілеймін. Керемет ана бақыты деген әнім бар, соны сізге арнайы өзім жолдағым келіп тұр. Ортада бір айналып екеуміз әндетіп қайтайық онда. Қошемет бар ма? Ұрыңыздар ендеше. Ана бақыты сіздердің құрметтеріңізге Гүлнардай анамызға арналады әрине. Алахан әдемі көз жанарың, адамдар бағалайын, аяулы жананамын, жанымды кірлетпеймін, құрметтеймін анашым. Бақыт деген түсінгендер анасының бағасын. Адамдар ізгілікті іздендерші, аналарды құрметтеп сіздендерші. Үзбеңдерші сенім артқан ақ үмітім, ана жасы көрмесінші жүзденгенді. Аялы алахан әдемі көз жанары, адамдар бағалайын, аяулы жананамын, жанымды кірлетпеймін, құрметтеймін анашым. Бақыт деген түсінгенді анасының бағасы. Қошемет қайда? Аналарға деген құрмет болсын ағайын. Саған уақыт жүрегім бақыт, сен іздеген аман бақыт көрсе сенен. Аялы алахан әдемі көз жанарың, адамдар бағалайын, аяулы жананамын, жанымды кірлетпеймін, құрметтеймін анашым. Бақыт деген түсінгендер анасының бағасы. Қалай, ән ұнады ма? Енді тағы да айтайын ба дейік, қайтайын ба? Қошеметпен білдірейік ендеше. Мынау еді айтады. Әке деген асқар тау, ана деген бауырындағы бұлақ, бала шаға жан жағындағы құрақ дейді. Мінекей, ана туралы жырымды сіздерге тартып өтсем, әрине оның артында әкеде туралы керемет әнім бар.